Сәлеметсіздер ме, әріптестер? Өзіңіздің сыныбыңыздағы шешкіңіз келетін мәселені қалай анықтайсыз? Өзіңіздің сыныбыңызда шешілетін мәселе оңай жол емес. Ол мәселені шешу үшін мақсатты бағыт керек. Бірінші қадам сыныпта өзіңізді толғантып жүрген мәселемен өзіңіз өзгерткіңіз келген жағдайды анықтап алу болып табылады. Сондықтан шешілетін мәселе төңірегінде сұрақтар қоюдан бастаған жөн деп ойлаймын. Ең алдымен сыныптағы шынайы проблемаларды анықтайық. Оқушылар сұраққа нақты жауап бермейді, үй тапсырмасын толық орындамайды. Сабаққа деген белсенділігі төмен. Ын, ү, о дыбыстарын ажырата алмайды. Мәтін мазмұнын түсіне алмайды. Ежіктеп оқиды, каллиграфиялары нашар. Түсіндіру үдерісіне бірден кірісіп кете алмайды. Осы көзделген мәселе бойынша мына сұрақты таңдап алдым. Ын, о дыбыстарын ажырату үшін қандай әдістерді пайдалану тиімді деген сұрақтар қоя отырып, оқушылардың оқу деңгейін арттыруды жөн көрдім. Қорыта келе, проблема төңірегінде жұмыс істей отырып, аталған проблемаларды жою, сыныптағы селқос оқушыларды белсенді оқушыға айналдыру.